Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен шоколадтағы банан жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына көріп, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі банан, шоколадтар, таяқшалар керек. Бұл жерде үйде балаларға істеп жатырмын. Жалпы қонақ аяқ астынан келетін кезде бұл да бір ерекше дастарханға ас болады, десерт болады. Шағын болғандықтан ортасынан бір ғана бөлдік. Сосын таяқшаларменен шаншылап шықтық. Бұл жерде таяқшаларымыз жіңішкелеу болғандықтан екіден шаншылап жатырмын. Қазір шоколадқа малған кезде қозғалып кетпес үшін осылай істеп жатырмын. Міне енді су мойшасында шоколадтарымызды ертіп алатын боламын. Бұл жерде ерекшелік қара шоколадқа ақ шоколадты араластырып ерттім. Молочный цвет шығару үшін. Балалардың сұранысы бойынша болды. Сонымен екеуін ертіп, үстіне бір қасық майымызды салып ертіп аламыз да, суығаннан кейін бокалымызға құйып, банандарымызды малайтын боламыз. Мұны малып, үстін әсемдеп болғаннан кейін бір 10-15 минутқа ұзатқышқа қойып алсаңыз керемет болады. Балалардың сұранысы бойынша бұл жерде үстіне жер жаңғақ септік. Сосын кокос ұнтағын септім бұл жерде. Міне осылай біздің шоколадты бананымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар каналға.